депутаттың идеалы біздер үшін Мұхтар Шаханов, Шерхан Мұртаза. Мәжіліс депутаты Ардақ Назаровтың анасын парламент төрінде құттықтағаны. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді деді. Жанәбіловтер отбасы 10 көлік тігіп отыр. Лотереяның бағасы қанша екен? Ол енді әлеуметтік желіде қазір не айтсам да, Құдайға шүкір, бір сөз қиып алып, неге хитқа айналдырып жібереді. Рысбалаға байланысты іс ашылайын деп жатыр. Мен олар танимын, продюсерлерді. Олар бір емес, бірнеше блогермен осылай жұмыс жасайды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауда мына даукес әйелдер туралы айтып қалды. Кім жаңағы желі шығарады, оны да хит қылып жіберді мысалға. Ильяс Сариев пенен Ақтоты Дүйсееваға қатысты сот басталды. Заңда жазылмағанның бәрі заңды деп. Самат Бекбаев деген кім? Қылмыстық тұрғыдан емес, моральдық тұрғыдан да дұрыс емес. Қайсар Хамзаға байланысты құмар ойынды насихаттады деген. Біреулер ауа сатса да алады, біреу боқ сатса да алады қазір. Қарекет қорында бір тексеріп қойғанның артықтығы жоқ па? Әкенің жасаған қылмыс үшін баласы жауап бермейді, баланың жасаған қылмыс үшін әке жауап бермейді. Миллионмен декретке деген идеяның авторы мәжіліс депутаты Дәулет Мұхаев. Дәулеттің курсында алдаңдар деген сөз болатын болса, Арма Алаш жұрты, Алашорда YouTube каналы елімізде алаяқтықпен айналысып жүрген блогерлерге байланысты сұхбатын ұсынбақ. Бүгінгі біздің қонағымыз белгілі заңгер Нұрсұлтан Орынбек. Нұрсұлтан, сұхбатқа қош келдің. Рахмет, қош көрдік. Құрметті YouTube канал көрермендері, егер сіздерге біздің сұхбатымыз ұнаса, каналға жазылып қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Нұреке, күні кеше қаржы мониторинг агенттігі Жанәбіловтердің отбасына байланысты қылмыстық іс қозғады. Жалпы бұл мәселені ең алғаш өзіңіз көтерген болатынсыз. Жалпы Жанәбіловтердің 10 көлік қойып лотерея ойнатуы бұл қаншалықты заңды? Сіз осы мәселеге не үшін назар аудардыңыз? Сөз басында айтып кеттіңіз, алаяқтықпен айналысып жүрген блогерлер деп. Енді негізі қазір блогер деген сөздің қадірі кетті. Көбінесе осы алаяқтықпен байланыстырады. Көптеген тақырыптарда да өзекті алаяқтық тегін блогерлікпен қарайды. Негізі асылында олай емес. Алаяқтық еліміздің барлық сферасында бар. Мемлекеттік сферада да, жеке сектордың барлығында да бар. Енді бірінші сұраққа тоқтай кететін болсақ, Жанәбіловтердің мәселесіне қатысты мен бір жеке арыз жазып іс қозғату бойынша мәселені көтерген жоқпын, бірақ соңғы уақыттағы елдегі қоғамның пікірі, наразылығы, ел әбден шаршағаны туралы көп жерде өзімді айтып жүрмін, халық та оны тікелей айтып жүр. Оның алдында ұйымдастырған блогерлерге қатысты әкімшілік істер қозғалды, айыппұлдар төледі, тіпті кейбіріне қылмыстық істер қозғалды. Соны көре тұра Жанәбіловтер отбасы былай өздерінің, мен ойлаймын, аудиториясының күшіне сенді, болмаса басқа да қандай да бір жаңағы адвокат болсын, заңгерлер болсын, енді бір жаңсақ пікір берген болуы мүмкін. Сол пікірлерге сүйеніп, байтқан кезде жаңа пысқырмай заңды ұйымдастырғандарына мен таң қалып пост арнаған болатынмын. Ол енді әлеуметтік желіде қазір не айтсам да, Құдайға шүкір, бір сөз қиып алып, неге хитқа айналдырып жібереді. Сол орайдың бірінде осы TikTokта әлеуметтік желіде Жанәбіловқа қатысты пост кең таралды, өздеріңізді көрдіңіздер. Одан кейін оларға қатысты енді қаржы мониторинг агенттігінен, одан кейін жаңағы ойын бизнесінің қадағалау комитетінен ответ жауап келді менің постыма қатысты. Одан кейін жаңағы өзге де азаматшалар шағымданды. Солардың шағымдарының негізінде әкімшілік іс қозғап, оларға негіз басында миллионға жетер-жетпес айыппұлдарын төлеп мойындаңдар деген кезде олар қасарысты. Жаңағыда айтып отқандай, ненің күшіне сенген білмеймін, ақшаның ба, бәлкім жаңағы адвокаттың ба, болмаса басқа да бір қандай ойлары болған білмеймін, олар соңына дейін баруға тырысты. Одан бөлек енді әкімшілік жазаның ең ауыры, егер былай максимум ол жаңағы санкцияны беріп тұрғаны бір 4 миллион теңгедей айыппұл ғой. Оған қарамастан олар сотқа қатысып, өздері дәлелдегісі келіп, оның үстіне енді әріптесіміздің ісін бағалағанымыз емес, бірақ мән-жайды толық айтайық. Адвокат мырза сотқа прокурорды өздері шақыртты, өздеріне өздері айтқанда үкім шығара жазады. Прокурор келді да, бұл істе әкімшілік құрамынан көрі қылмыстық істің құрамы болуы мүмкін. 2 бап бойынша 190 ол алаяқтық, және 214 бап лицензиясыз банктық қызмет, лицензиясыз қандай да бір жалған кәсіпкерлік деген күмәнмен оларға іс қозғауды сұрады
судьядан. Оны сәйкесінше комитеттен келген жаңағы айыптаушы тараптан жалпы келген ойын бизнес комитетінің тұлғалары ол идеяны қолдады. Идея болған ұсынысты қолдады. Прокурордың ұсынысы бойынша судья сонда үкім шығарып, олардың қаулы шығарып, олардың ісін қысқартып әкімшілік ретінде қылмыстық іске жіберді. Бұл енді бізде бір білетіміз қылмыстық істер бойынша қаржы мониторинг агенттігі әкімшілік жаза бойынша бұл бойынша комитет айналысады. Олардың құзыретін алып енді АФМ-ға берді. АФМ дегеніміз жаңағы қаржы мониторинг агенттігі оның Астана қаласы бойынша бөлімі ДР дейміз, экономикалық тергеп-тексеру департаментіне берді, қылмыс құрамы бойынша зерттеу бойынша. Енді әрине бұл жерде жалған кәсіпкерлік, енді судьяның бірнеше қатар сұрақтарына мардымды жауап ала алмады, дәлелдеп бере алмады істердің заңды екенін. Енді бұл асылында бұл көбісі заңның стимуляция продажи деген бөлім бар, яғни лотерея туралы заңда көрсетілген. Егер де бұл коммерциялық ұйым өзінің тауарын ынталандыру мақсатында, стимуляция мақсатында ойнататын болса, лотерея емес деген сөзіне негізделе алады, бірақ ол фикция болмауы керек. Фикция дегеніміз не? Ол жаңағы курстың артына жазылған лотерея болмауы керек. Бұл жерде күмән сода болып тұр. Курс құнсыз, курс өзіне лайық емес, және де курсқа қабылданған қаражаттар жаңағы коммерциялық ұйым деп есептелген ТО-ға қабылданғанмен мүліктер ТО-ға тиесілі емес болып шықты. Соның есебінен бұны стимуляция продажа емес деп екінші тарап дәлелдегеннен кейін бұл қылмыстық іске айналып отыр. Бұл қылмыстық іс бойынша енді өте жазасы былай оңай нәрсе емес. 4 жыл, 2 жылдан 5 жылға дейін жалпы санкция қарастырылған, бас бостандығынан шектеу, айыру, және қоса сол ойыннан түскен барлық мүлік конфискацияланады мемлекеттің пайдасына. Яғни мемлекет алып қояды. Сондықтан бұл ойнайтын бап емес. 214 баптың да жазасы ауыр, айыппұлы бар. Оның алдында енді бірінші часть болатын болса, егер бұл жерде ауыр жаңағы бірнеше аса ірі көлемдегі пайда табумен болатын болса, часть 2 дейміз, часть 2-нің екінші пунктіне кететін болса, ол кезде айтып отқан 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Сондықтан да бұл оңай нәрсе емес жанабылықтар үшін. Жақсы. Балаңыздың сапалы білім алып, ұлттық тәрбиемен сусындап, өз қатарынан оза шапқанын қалайсыз ба? Онда балаңызды Қазбілім ұлттық лицейлеріне әкеліңіз. Қазбілім ұлттық лицейлері Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Ақтау, Атырау қалаларында жұмыс жасайды. Бір сыныпта 18 оқушы таңғы 8:30-нан 4:30-ға дейін толыққанды бір ауысымда білім алады. Ұлттық бірыңғай тестке дайындық, айлысқа дайындық, Назарбаев зияткерлік мектебіне, білім инновация лицейіне, Назарбаев университетіне, шетелдік және қазақстандық топ университеттерге дайындық жүргізіледі. Балаңыздың үздік нәтижеге жеткенін қаласаңыз, дәл қазір көрсетілген телефон нөмірге хабарласыңыз. Жанабіловтер отбасы 10 көлік тігіп отыр. Лотереяның бағасы қанша екені белгілі ме? Мысалы, халық қаншадан сатып алып жатыр? 30 мың теңгеден сатып алды. Өздерінің айтуы бойынша 6 мыңнан астам адам алды деді. Бұл жерде енді 180 миллион теңгедей табыс тауып отыр. Көліктің саны 10 көлікті енді 10 миллионнан бағалайтын болсақ, үстіңгі пайдасы сол 80 миллион болып тұр ғой. Бірақ енді оны тергеу тағын анықтай жатады, қалай болған. Егер жаңа іс қозғалмаса, бұл одан да көп қаржы жинауға мүмкіндігі болды ғой. Әрине, енді олардың мақсаты да сол болды ғой. 10 көлікті ойнатқанда ол сол курсты бір халыққа кәсіпті үйретейін деген енді бәлкім ниетіп болды ма болмады ма ешкімнің ішіне кіре алмаймыз. Бірақ менің ойымда, көпшіліктің ойында бір нәрсе, ол жаңағы лотереяны жауып тұрған конкурс болып тұр ғой. Түсініңіз ба? Курс соны лотереяны қамалап, қоршап жауып тұр, көрсетпей. Бірақ енді ол айдан анық көрінді. Олар миллиардтап тапқысы келді. Шығына сондай бір 100-200 миллион болар әрі кеткенде. Қалған пайда табымыз ойлады. Ондай пайда олар тапқанда болу керек, көрдіңіз ба? Бір адам дәмін татып алғаннан кейін ол да бір азарт секілді қоя алмайды да. Жалпы кейбір азаматтар айтады, жалпы осында лотерея ұйымдастырады да, ол 10 көлік деп, 5 көлік деп әртүрлі санын айтады, бірақ ол көліктердің барлығын бермейді, тек қана өзінің таныстары бар, белгілі бір актерлар ойнайды деген сияқты. Бұған байланысты қандай да бір ақпаратыңыз бар ма? Енді көп жағдайда береді, кім ұтады, сол береді. Бұл жердегі ол ешқандай шыбын шаққан құрлы көрінетін дүние емес, өйткені оның пайдасы одан да көп қой.
10 мың адам, 5 миллион, 7 миллион оқырманы бар адамның кемінде 20 мың оқырманы алады. 20 мың оқырман дегеніміз 600 миллион. Оның шығыны 100 миллион болатын болса. Бұл жерде Жанабыловтардың тек қана жекелей жауапкершілігінде қарастырмауымыз керек. Бұны ұйымдастыратын продюсерлер бар. Олар көбінесе сыртта тұрады, көрінбейді. Мен олар танимын, продюсерлерді. Олар бір емес, бірнеше блогермен осылай жұмыс жасайды. Барлығында схема бір, барлығында жүйе бір. Сөйтіп, блогерлердің көрінетін блогерлер, көрінбейтін осында инфопродюсерлер. Ол туралы сұхбатта, алдыңғы сұхбатта сізде айттық. Жақсы. Әлеуметтік желіде мына ырыс балаға байланысты іс ашылайын деп жатыр деген бір ақпараттар, кейде дақпырттар шығып қалады. Оның рас өтірігі қаншалықты екенін біз біле алмаймыз. Жалпы мұқтаж жандарға үй алып берумен айналысып жүрген азаматтың іс-әрекетіне байланысты бір заңсыздық бар деп айта алмайсыз ба? Енді қайырымдылық қорына қатысты жаңағыдай нақты шағым болып, сол бойынша құзырлы органға шағымданбаса, біз оны бір кінәлі деп айта алмаймыз. Бірақ мен естуім бойынша оның ол да бір ұтыс ойыны ойнатып жатыр, бірнеше көлік тігіп, сол бойынша Алматы қалалық сотында іс қаралуы мүмкін деген сөзді естідім құзырлы органдар тарапынан. Өткенде жақында Қазақстан арнасында осы лотереяның артында кім тұр деген тақырыпта қазір айтайық бағдарламасына шыққанда мекеменің өкілі келген. Сол жердегі сарапшылар осы сұрақты қойды, сіз сұраған сұрақты. Ол бойынша әкімшілік іс қаралып жолданды Алматы қалалық соты. Сондықтан ырыс балаға қатысты Алматы қалалық сотында нақты осы ұтыс ойынына қатысты іс қаралуы мүмкін әкімшілік құқық бойынша. Жалпы жуырда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауда мына даукес әйелдер туралы айтып қалды. Жалпы осы сөзді айтқан кезде кейбір азаматтар мына ырыс баланы мегзеп отыр ғой деген секілді бір болжамдарын жазып жатқанын байқадым. Жалпы осы бір даукес әйелдерге байланысты әңгіме осы ырыс балаға қатысты ма? Себебі өзі ырыс баланы өзі осылай бір айқайлап сөйлейтіні, бір эмоциямен сөйлейтінін біз жиі байқаймыз. Енді президенттің айтқаны қоғамдық орындарда деді, бірақ енді ең өкініштісі қандай сөз сөйлемесін, кім болмасын, әлеуметтік желіде жаңағыда былапыт сөз, боғауыз анайы сөздерді үйінде отырып, болмаса өзінің тиісті бір ғимаратта айтса, қоғамдық орын емес жерде оларға жауапкершілік жоқ бізде. Ал қоғамдық орында жай аяғыңды сүркіссең де қазір ұсақ бұзақылық бойынша бап қозғайды. Сол секілді әлеуметтік желіге де жаңа бұл көтерілетін мәселе, әлеуметтік желіде боқтаған балапыт айтқан сөздерді осы президенттің айтқан сөзінен кейін негізі жауапкершілік ретінде депутаттарды енгізу керек. Әлеуметтік желіде өзіңіз білесіз, не то что жаңағыдай ұрсу, керісу, ауыр анайы сөздер мысалға көп айтылады. Ал енді ол ырыс балаға қатысты айтылды ма, айтылмады ма, енді оны ешкім болжап айта алмайды. Бірақ жалпы қоғамдық орында тек қана ер адамдар емес, енді әйел адамдар тарапынан да ұрыс төбелес, жанжал, шаш жұлысу деген ситуациялар көп қой. Енді әлеуметтік желі кім ашса да қарайсың, көресің, бір-бірінің шашын жұлысып жатқан, айқайласып жатқан әйелдер көп. Әйелдер тек қана гендерлік теңдіктің артына тығылып, бүткіл ер демейді, әйел демейді, олармен де тайталасып жағаласып жатқан ситуациялар көп. Енді президентке кім қалай жеткізген білмеймін, кім туралы айтылған, но ол біздің қоғамда бар анық дүние. Ондай тек қана енді бір ғана әйел деп біз бір қарамаймыз. Қоғамда жалпы ондай белең алып кеткен, жанжалдасу, ұрысу, төбелесу. Және олардың халықта танымал болып кетуі өте жоғары. Енді біздің оқырмандарды таңғаласың. Біз қаншама пайдалы дүние айтамыз, алаяқтықтардан сақ болу туралы мен 3 жылдан бері айтамын. Егер сен бір сүрінген болмаса, жаңағыдай бір хит болады-ау деп ойламайсың, бірақ енді бір сөздеріңді жаңағыдай бөліп алып, кесіп алып, жаңағыдай сондай халықтың сұранысы сол. Бір нарықтық заман болғаннан кейін халықтың сұранысы сол. Сұранысқа байланысты ұсыныс көбейеді. Сондықтан да кім боқтайды? Енді ауыр анай болса да айтайық, бір әлеуметтік желіде кездер болды. Кім жаңағы желі шығарады, оны да хит қылып жіберді мысалға. Сол желі шығару үшін TikTokқа донаттарын жүрген жағдайлар да болды. Енді халық сөйтіп көтермелеп отырғаннан кейін, әрине, ондай ситуациялар, ондай геройлар көп болады тырнақшаның ішіндегі. Жынды деген сай бөрі қазандай болады дейсің ғой. Мінекей дәл айтқан ғой қазақ атамыз.
күні кеше Алматы қаласының сотында қазақтың Робин Гуды деген атпен танымал болған лақап атпенен Ильяс Сариев пенен Ақтоты Дүйсееваға қатысты сот басталды. Қос азаматқа қатысты мәселелерді өзіңіз ең бірінші болып көтерген азаматтың бірісіз. Жалпы сот қалай болып жатыр? Жалпы тергеу жұмыстарын енді сіз білмейтін шығарсыз, бірақ одан кейінгі ақпараттардан хабарыңыз бар ма? Енді ол ақпараттарға мен өзіңіз секілді сырттан ғана біліп отырмын. Себебі бұл іске тікелей мен жәбірленушілер деп танымады біздің арыз жазған адамдарды. Себебі олар оларды алдаған жоқ, ол халықты алдады деп тергеу біздің арызымызды қайтарды. Соған байланысты ол істе біз жоқпыз, бірақ алайда ол істің осы басы қасында осы қылмыстық істің ашылып қаралуында біз көтерген әлеуметтік желіде, қоғамда көтерген мәселелер оң нәтижесін берді. Енді қазір сот болып жатыр. Сот бірнеше уақытқа созылды. Қазақстанда енді сотта қаралып тағдырлар шешіліп жатыр. Енді ол көбінесе бірінші кезекте алаяқтық бабы тікелей неге байланысты, оныкі қателеспесем шетелге тур ұйымдастырамын деп адамдарды қажылыққа, кіші қажылыққа деп, сол бойынша одан кейін тағы да бірнеше эпизодтар қарастырылған. Оның ішінде қайырымдылық жинау бойынша да жағдайлар қарастырылған. Сол бойынша қарастырылып жатыр. Енді нәтижесін көре жатамыз. Сондай-ақ мына сотта Ақтоты Дүйсееваның күліп отырғаны сурет арқылы жарияланды. Жалпы Ақтоты сотты сыйламай отыр ма, жоқ әлде ол бір оңай құтылып кетем деп ойлай ма? Жалпы бұны қалай бағалауға болады? Енді қазіргі таңда амнистия мәселесі көтеріліп тұр ғой. Әйел адамдарға қатысты президент баса айтты, биылғы амнистия көбінесе әйел адамдарға бағытталған. Сонымен қатар ол істен де бөлек қаншама істерде әйелдер амнистия ілініп келіп жатыр, қылмыстық істерде. Мүмкін соны білетін шығар, мүмкін қорғаушысымен сол туралы ақпарат алған шығар. Әрине бұл жерде сотта әлі шешім шықпайынша біз ешкімді қылмыскер деп атала алмаймыз ғой. Мүмкін сотқа дейінгі қандай да бір айла тәсілге көшкен шығар, болмаса енді ол жерде ситуациясын біле алмаймыз. Бірақ көбінесе қазірде алаяқтық қылмысқа, басқа да қылмысқа баратын әйелдер амнистияға ілігуді көбінесе ойлайды, соған үміт артады. Соған сенген шығар бәлкім. Әлеуметтік желіде мына қайырымдылықпен айналысатын Самат Бекбаеваның байланысты шу болып жатыр. Жалпы қайырымдылықпен айналысып, ақша жинап, әртүрлі роликтер түсіріп жүрген азамат екен. Мен өзім жеке басым бұрын соңды танымайтын болып шықты. Самат Бекбаев деген кім? Жалпы бұрын естідіңіз ба? Әрекетіне қандай баға беруге болады? Бұрыннан бері сол әлеуметтік желіде танымал, өзі де сол балалар үйінен шыққан жігіт, өзін солай танытады, сол арқылы енді өзгелерге көмектесем деген сияқты сарындағы дүниелерді айтып жүрген, оны көзіміз шалып жүрген. Бірақ енді соңғы істерде қазір әлеуметтік желіде, телеарналарда ол туралы көп жиі айтылып жүр. Алдандық деген бірнеше адам өздері эфирге шығып сол туралы айтып жүрген екен. Енді бұл жерде Самат блогердің әрекетінде жалпы қаншалықты алаяқтық бар екенін тергеуіндер анықтайды. Бірақ оның әрекетінде біз көргеніміз, яғни емге ақша жинап берем, 30%, 50% менікі деген, бұл қылмыстық тұрғыдан емес, моральдық тұрғыдан да дұрыс емес. Өзі қиыншылыққа ұшыраған адам, өзі баласын емдетпей ақша жинамай жатқан адамнан 30-50% ақша алу, тіпті видео түсіріп беру үшін де ақша алу, қаншалықты адами тұрғыда дұрыс. Ондан ол әрине ол ақшасын бермей кетіп жатса, жиналған қаражатын ол уәдесімен тұрмай жататын болса, негізге біздегі алаяқтық деген баптың нормасында оқитын болсақ, сенімді теріс пайдалану арқылы деген дүние бар. Осыған саят негізі осы әрекеті. Жақсы, мынау сондай Қайсар Хамзаға байланысты құмар ойынды насихаттады деген мәселемен қазір бұған байланысты да қазір сөздер айтылып жатыр. Қайсар Хамзаны енді әртүрлі шетелге шығады, әртүрлі жаңағы боқтап сөйлейді. Қайсар Хамзаның ісіне байланысты не айтуға болады? Енді қаржы мониторинг агенттігі 30-дан аса осындай инфополядағы дейміз, инфокеңістіктегі интернет казиноларын жарнамалайтын, құмар ойындарды жарнамалайтын блогерлердің тізімін айтты. Бұл мәселені біз осыдан 1-2 жыл бұрын АФМ онлайн жалпы жиынында айтқан болатынбыз, қандай блогерлер, қандай тәуекел аймағында жүрген осындай интернет казиноны жарнамалайды. Ол кезде енді әкімшілік жауапкершілік болған. Қазірге дейін әкімшілік жауапкершілік бар, интернет казиноны жарнамалауға болмайды деген. Оны бірақ жүзеге асырып ешкімді бір айыптамағаннан кейін
ол кез бергі кезге дейін жылы жабулы қазан жабулы күйінде қалып жүрді. Қазір енді оларға алдағы уақытта қаржы мониторинг агенттігі өзінің инициативасымен қылмыстық іске ауыстыру бойынша тиісті заң нормаларын енгізу бойынша ұсыныстар берді. Әрине мен оны қолдаймын. Себебі бұл интернет казино артында лудомания тұр. Адамдарда жеңіл ақшаға, жаңағыдай лудоманияға алып келетін дүниелер осы әлеуметтік желідегі жарнамалайтындардан басталады. Олар өмірлерін керемет, қызықты болып көрсетеді. Оның артында ара-тұра білдіріп, көрсетпей жарнамасын салады. Оған кімдер қарайды? Олардың көп аудиториясы біздің жеткіншектер, балалар. Біздің де замандастарымыз, қатарларымыз қарайды. Адамды қазір тұлға ретінде қарайтын болғаннан кейін, ол тұлғаның ақ дегені ақ, қара дегені қара. Біреулер ауа сатса да алады, біреу боқ сатса да алады қазір, көрсетсе. Сондай заман болды ғой бізде. Сондықтан да олардың аудиторияға деген атайтып тұр ғой, инфлюенсерлер дейміз. Яғни аудиторияға әрекет ете алатындар, аудиторияға әсер ете алатын тұлғалар болғаннан кейін, олардың жарнамасын тыю осы бағыттағы өте заңды шешім. Сондай-ақ мына бұған дейінгі айтылған Абай Бегейдің қызы, танымал әншінің қызына байланысты тағы да қылмыстық іс қозғады, күйеу баласы мен қызына. Ал енді бұл іске байланысты соңғы кезде ақпарат шығып жатқан жоқ. Танымал адамдардың қызы не жетпейді деп бір ойлайсың да, қаржы жеткілікті. Неге осындай дүниелерді, заңсыз дүниелерді насихаттауға құмар? Енді оны қазір мен бір құқықтық баға бере алмаймын. Оның үстіне тергеу әрекеттер жүргеннен кейін қазір қылмыстық процессуалдық кодекстің нормалары бар. Енді ол істе мен болмағаннан кейін де жаңа әлеуметтік желіде көп шықпайды деп жатсыз ғой. Қылмыс біз бір нәрсені түсінуіміз керек, журналистер болсын, кім болсын, тергеу әрекеттер жүріп жатқан кезде өзіңіз білесіз, Сәке. Ол жарияланымға жатпайды. Сондықтан да мен ол істен мүлде бейхабармын. Енді не үшін дейтін болсаңыз, енді әртүрлі себептер, өйткені енді қаражат мәселесі болғанда ол оған дейін де жауапкершілікке тартылды ғой, әкімшілік жауапкершілікке. Ол бір жазасын алды қоғамның алдында. Енді қазір қылмыстық іс бойынша мен хабарым жоқ екен, шын айтайын. Қарекет қорының жұмысын қарап отырсақ, жалпы көп азаматтарға үй әперіп жатыр. Бір қараса енді Мадияр деген танымал актерлар ғой енді құрамында істі осы жүргізіп жатқан. Қарекет қорына байланысты да кей кезде айтылып қалады, осы да тексеру керек деген мәселе. Бұған не айтуға болады? Жалпы қарекет қорында бір тексеріп қойғанның артықтығы жоқ па? Сіз мен тура оқырмандарым сияқты қоясыз да, сіз ананы тексермейсіз. Ол значит, онымен басқа бір қарым-қатынасыңыз бар ма дейді. Айтам, мен тексеретін, болмаса бір қаулы шығаратын құзырлы орган емес қой. Маман ретінде, енді заңгер ретінде пікірімді білдіруге болады. Бірақ енді бізде қазір қорлар мәселесі өте өзекті, актуалды. Бұл туралы мен емес, министрліктің деңгейінде де айтылып жүр. Қайырымдылық туралы заңға өзгерістер енгізейік, коммерциялық емес ұйымдар туралы заңға өзгеріс енгізейік деп, мен оларды қолдаймын. Себебі қазіргі деңгейде тексереміз деген күннің өзінде де нақты бір факті болмаса, Перизат Қайрат ісіндегідей, жаңа обналичивание басқа болмаса, біз қорларды бекер алып тексере алмаймыз. Себебі оларға мемлекеттік аудит жүрмейді қорларға. Қорлардың 30% табысы түскен ол әкімшілік шығындарға жұмсалады. Сондықтан да ол мемлекеттік аудит жүргізбегеннен кейін, ешбір ұйымға есепті болмағаннан кейін, ол халық сұрайды, айтады, есеп берсін, бүйтсін деп. Бірақ ол жаңағы қордың өз еркіндегі дүние. Және де Қазақстанда заңнамада емес, жалпылама ереже бойынша Мәдениет министрлігі, Мәдениет және ақпарат министрлігінің есептілігі қарастырылған, бірақ ерікті түрде. Біз оны міндеттемейінше, біз тексерін шыққан табыстарыңды айтыңдар деген дүние айта алмаймыз. Банктік құпия туралы заң бар. Соған байланысты нақты бір қарекет қор емес, жалпы қорларға қазір тексеріс жүргізу тетігі жоқ. Шымкент қаласының соты мына миллионмен декретке шығарумен айналысқан Жанат Дүйсенованы 3 жылға соттаған екен. Жалпы осы әйелдердің жалпы кәсіпкерлік ИП аштырып миллион теңге қаржы әперіп жүрген азамат қой. Жалпы осы дүниеге байланысты қандай көзқарасыңыз бар? Мысалы, үкіметтің миллиондаған қаржысын талан-таражға салған азаматтарға қоғамда кейбір адамдар дұрыс деп айтады, біреулер бұрыс деп айтады. Сіз өзіңіз заңгер ретінде не деп айтасыз? Бұл іс бойынша мен айтарым, бұл жерде тек қана алаяқтардың ғана олқылығы емес, кінәсі емес, мемлекеттің де өзінде олқылық тұстары бар. Заңнамалық тұста, және де бұған жауапты болған еңбек және әлеуметтік қамту министрлігінде де, осыны жүзеге асырып жатқан ГФСС дейміз, мемлекеттік сақтандыру қоры да, бәрі де олқылыққа орын беріп отыр, жол беріп отыр. Себебі алаяқтардың әрекетінде бұл бірнеше адам
бір адам бірнеше 10-20 ИП-да жұмыс жасады деп жалған құжат дайындау. Иә. Бірақ бір адам қазірге ғана шығып жатыр ғой, екі жерде жұмыс істеуге болмайды. Оған дейін ол ешқандай жерде жазылған жоқ. Мына жерде сен бірнеше жұмыстың шектеу болған жоқ. 10 жерде жұмыс жасайсың ба? Егер құжат бойынша ол рас, нақты болатын болса, мысалы мен заңгер ретінде бірнеше ұйымда заңгерлік кеңес беретін болсам, болмаса сіз мысалы отырған бауырымыз СММ маманы ретінде бірнеше бизнес ұйымда жұмыс жасап, бәріне үлгеретін болса, заң шектей алмайды оны. Иә. Егер расымен істейтін болса, ол тиісті төлемді алады. Ал бұл жерде жаңағы олқылық деп отқанымыз, енді ондай заңына шектеу болмағаннан кейін ереже бар, что жаңағы ережеде айтылады, заңда жазылмағанның бәрі заңды деп. Иә. Орысшасын тікелей аударып отырмын ғой. Заңда жазылмағанның бәрі заңды. Олар бұлай жаңағы бірнеше ИП-ға тіркеу деген на самом деле жаңағы егер ойлар арам пиғыл, қылмыстық пиғылдар болмай жұмыс жасаса, ол заңды. Ал егер оны тіркеп жұмыс жасамаған адамдардың атынан жалған құжаттар дайындайтын болса, ол сол бойынша алаяқтық бабы бойынша қылмыс жасап отыр. Ақшаларын бермей кеткен жағдайлар болған, оған жеке-жеке қарауымыз керек. Ал мемлекет мәдениет жаңағы айтып отқан министрлік тек қана осы біздің осы мемлекеттің ақшасын жымқыруда солар ғана кінәлі дейді. Біз алданып қалдық дейді. Қалай ол? Мемлекеттік мекемеге сіз декретке шығатын алдыңызда, мысалы жұбайыңыз болса білесіз, құжаттарды жинайсыз, декретті қағаз өткізесіз, бірнеше талаптарды орындайсыз да, соңғы өткізесіз. Сонынан тексерістен өтеді да, одан кейін жаңағы айтып отқан декреттік төлемді тағайындайтын мекемеге өтеді. Ол жерде тексерістен өтеді. Бір маман емес, бірнеше маман тексереді. Сонда олар тағайындап береді, бірақ кейін біз алданып қалыппыз дейді. Ол дұрыс емес. Нақты күмәні бола ма, тағайынданғанға дейін тексеру керек еді олар. Ол өздері сондай қадамға жол берді ма, олар да сәйкесінше жауапкершілікке тартылу керек. Қылмыстық болмаса да әкімшілік жауапкершілікке тартылу керек. Бұл мемлекеттің ақшасы. КФСС-тегі ақша тек қана бюджеттің ақшасы болғанның күні ол біздің, сіздің ОСМС төлеген ақшамыздан жиналған қаражат. Ол әркімнің 10 жерде жұмыс істедім деген алаяқтың бір жерде жасаған шығар, бірақ енді 10-15 ИП-да жасаған алаяқтың қалтасына кетпеу керек. Оған жол бермеу керек деген сөзді негізі өздеріне қойымыз керек. Қазір қоғамда көзқарас жаңағыдай ортадағы делдал бухгалтерлер ғана алаяқтар, мемлекет жаңағы соған жол берген үкіметтік ұйымдар кінәсіз болып отыр да. Мен өздеріме тікелей талай тайталасқа бардым, жаңағы бірнеше мәселеге қатысты. Осы ең басын тағайындама мәселесінде карт-счет деген мәселе болды. Ол кезде де министрлікке барып арызданып отырып, бас прокуратураға барып заңсыздықтарды анықтап берді. Содан кейін енді бір жүйеге келіп жатыр. Жаңа ереже енгізілді 8 тамыздан бастап тағайындаудың. Міне соған дейін ол олқылықтар бар болған олар мойындады, заңсыз жасағандарын мойындады да, жаңа ереже енгізді. Оған дейін тағайындалған, жаңа сотталып жатқан адамдардың көбісі соған дейінгі болған дүниелер. Қазір енді бұлар не істейді? Бұлар алады да барлық декрет тағайындалған адамдардың барлық дерлігіне сенде заңсыз алыңдар, қайтарыңдар мемлекетке, болмаса қылмыстық іс қозғаймыз деп қорқытады. Сол кезде ең соңында, ортадағы алаяқ болсын, жаңағы сотталған кісілер сияқты, мемлекет жаңағы ұйымның мемлекеттік қызметшілері болсын, соңында кім жапа шегіп отыр? Қарапайым халық, қарапайым ана. Ол туғанға дейін стресте болады, туғаннан кейін депрессиясы болады. Соған мемлекеттің берген ақшаңды қайтып бер деген дүниесі де үлкен стресс болып отыр. Бұл жерде соңғы жапа шегіп отқан халық. Соны түсінуіміз керек. Бұл енді бір үлкен бөлек подкастқа дайын дүние. Сіз сұрағаннан кейін айтып отырмын ғой. Жақсы. Миллионмен декретке деген идеяның авторы мәжіліс депутаты Дәулет Мұқаев болатын, ең алғашқы өзі бастады. Жалпы Жанат Дүйсенованың сотталып, мәжіліс депутатының мына Ақтөбеде болған оқиға байланысты айтылған. Шымкент емес, Ақтөбеде айтылды. Шымкентте де болды, Ақтөбеде де болды. Жалпы бірнеше қалада сотталып жатыр ғой, істі болып жатыр. Жалпы бұл деген сөз мына мәжіліс депутатының судан құрғақ шығуы, мына айран ішкен құтылып, аяқ жалаған тұтылды дегенді білдірмей ма? Ол кісі де өзі жауап берді ғой, айтты. Мен заң дүниені ұсындым, және де курс 2 сағаттық курс, жаңағы ол кезде депутат болған жоқ қой. Оған дейінгі дүниесінде айтқанда бірнеше рет өтірік ипаш ашпаңыздар, заңсыздық бармаңыздар деп ескерттім дейді. Енді әр адам әртүрлі қолданады. Мысалға атомды біреу бомба қалады, атомды біреу энергия қалады. Мысалға
біліп отырсыздар, Северный Корея атомды бомбаға айналдырып елді әлемді қорқытып отыр. Оны біз алып атом энергетикасы деп үлкенінде кешен салып жатыр. Сол секілді білімді кім қай жаққа пайдаланады деген дүниеге мен қосыламын. Енді бұл жердегі Деккеркке миллион менен автор ол ойлап тапқан дүниесі емес, мемлекеттің берген мүмкіншілігі. Сол мүмкіншілікті ол кезде тиісті маман экономист ретінде ол түсіндірді. Ал енді ол егер мемлекеттік органдар құзырлы сот болсын, тергеуді ақымақ емес қой. Егер олар тек сотта ғана айтқан жоқ, олар жаңа тергеу барысында айтты ғой, мен дәулеттен үйрендім, үйттім, бүйттім, бірақ дәулеттің курсында алдаңдар деген сөз болатын болса, онда бөлек әңгіме. Ал ол жерде дұрыс дүниені үйретіп, оны теріске пайдаланатын пысықайлар, жаңағы делдал помогайкелер сондай қадам баратын болса, тіпті әкенің жасаған қылмыс үшін баласы жауап бермейді, баланың жасаған қылмыс үшін әке жауап бермейді. Жеке әркім персонал түрде жауап береді өз қылмысына. Ал енді ол жаңағы депутат суды айтып отқан судан құрғақ шықты деген енді дақпырт жаңағы не дейміз, қоғамның арасындағы бір танымал адамға тиесілген дүрбелеңге бір жаңағыдай айтылатын дүние ғой. Егер нақты жауапкершілікке тартылатын болса, ол бұрыннан жауапкершілікке тартылатын еді, сабақ берген үшін де басқа үшін де. Бірақ енді ол жерде заңсыздықты анықтайтын органдар бар ғой, анықтамағаннан кейін біз ешкімді кінәлі деп тани алмаймыз. Соттың шешімі болмайынша ешкімді біз кінәлі деген кінәсіздік презумпциясы деген дүние бар. Билік жалпы соңғы кездері осы алаяқтықпен, қор мәселесінде айналысқан азаматтарды, блогерлерді ұстап жатыр. Бұл әрине дұрыс қадам деп айтуға болады. Бірақ екінші мәселе бар, мысалы Қуаныш Шоңбай деген мысалы инфо блогерлікпен айналысқан ең бірінші өзіңіз айтқан сөзіңіз бар, ең Қазақстанға келген азамат. Осы Қазақстанға келген азаматтың бірі деп. Ол мысалы қазір Республика партиясының тең төрағасы. Осындай мысалы билік өзінің ішін тазарту керек шығар мүмкін, жаңа Қуаныш Шоңбай сияқты, тағы да басқа, мысалы ана тағы да жаңа мобилографияны оқытып жүрген жігіт бар, қайсы Қыран ба? Қыран бар мысалы. Осы биліктің маңайында жүрген адамдар осы алаяқтықпен айналысып жүрген жоқ па? Енді бұл жерде қалай айтсақ болады, тазарту мәселесінде бізде жалпылама ол республикасы партиясы болсын, басқа ұйымдар болсын, институт репутация дейміз ғой. Бізде қоғамда әлі қалыптаспаған, оны мойындауымыз керек. Менің алдымда да айтты, менен кейін де айтылады. Қоғам егер біз институт репутация институтын қалыптастырмайтын болсақ, біз кім-кімді болса да ақтап алып жүре бере аламыз. Оның егер шетелде Америкадағыдай бір олқылығын кәнселинг жасамайтын болса қоғамда, ол солай кете береді. Бір жақсылығын көріп, оны басқа жасаған қателік үшін кешіріп жүре береміз, қазақылық қасқанып. Сондықтан енді ол тазарту мәселесі әр ұйымның өзінің ұятындағы нәрсе. Енді Қыранды айтып кеттіңіз, мен Қыраннан ешқандай бір не көріп тұрған жоқпын. Ол жаңа мамандықты ойлап тапты, қаншама адамға жұмыс берді. Бірақ енді сол миллион мен жаңағы мобилографияны үйренген адамдардың барлығы Қыран айтпақшы миллион тауып кетуі мүмкін емес шығар. Қабілет қой бұл жерде. Енді біреу табады, біреу таппайды, оны жаппай бір ынталандырып, өзіне бір тартатын секілді болып көрінеді. Енді бұл жерде маркетинг қой. Маркетингте мысалы Қыранның бірақ бәрің бірдей миллион табасыңдар деген мен сөзін естіген жоқпын. Бұл жеке бір жақтағаным болмаса, мен ол жігітпен бір ара қатынасым бір мынандай жабысып қалған ештеңе жоқ. Қоғамда әлеуметтік желіде өздеріңіз қалай көресіздер, қоғамдық шараларда біз көріскенге сәлем іздеу жігіт. Бірақ енді тап Қыраннан мен ондай бір не көріп тұрған жоқпын, жаңағыдай заңсыз инфо-сығандық көріп тұрған жоқпын. Мен ақпарат болғаннан кейін айтып жатырмын. Мен де оған қатысты былай айта алмаймын, бірақ дегенмен биліктің тарапында жүрген осы ақша мен жұмыс істеп жатыр ғой, бәрібір де бір күдік туады. Блогерлердің қауымдастығын құру туралы бір бастама көтеріп жатыр екенсіз. Жалпы не мақсатпен құрғалы жатсыздар? Жалпы жоспарыңыз қандай осыған байланысты? Рахмет. Осы тақырыпты біраз эфирлерінде айтып жүрмін. Айтуыма да бірнеше себеп бар. Себебі біз бірнеше мәрте талпынып көрдік. Қазақстан блогер және инфлюенсерлер қауымдастығы деп құруға, заңды бірлестік құруға ұсыныс білдірдік. Енді түрлі, білмеймін, енді біз білетін білмейтін себептерге байланысты бірнеше рет қайтарылды. Қатесін түзедік, бірақ тағы да қайтарылды деген дүние ғой. Енді оған сұрақ ашық әлі күнге дейін. Не үшін ашқымыз келді? Біз алаяқ.нет деген жобаны осыдан 3 жыл бұрын жүзеге асырып бастаған кезде өзіміз осы инфо-сығандарды, инфо-алаяқтарды анықтап 200-ден аса алаяқтық схеманы әшкереледік. Сөйтіп келіп, бұл олқылықты тек қана әшкерелеумен, соттаумен, жазалаумен, қорқытумен шектей алмаймыз. Ол блогерлік, ол заманның талабы. Мысалға, бір көзқараспен қарайтын болсақ, сіз де блогерсіз, мен де блогермін. Себебі біздің әлеуметтік желіде
көп оқырманымыз бар. Біз де инфлюенсерміз. Яғни біз қоғамға қандай да бір сөзімізбен, сіз подкастыңызбен әсер ете аласыз. Қоғамдық ойдың лидері деген бар, лом деген бар, ол лидер общественного мнения. Сондай болып таныламыз. Енді қарап отырсаңыз, ол біздің кезінде, қазір блогер дейміз, кезінде кімдер болды? Осы бір 2000-нан 2015-ке дейін дейікші, журналистер болды. Қоғамның алдында жүрген, өткені білесіздер, иә. Оның алдында кімдер болды? Жазушылар болды. Депутаттармен санайтын болсақ, қазір блогер депутаттар бар ғой. Сол кезде жазушы депутаттар болды. Жазушылардың одағы бар. Журналистердің қауымдастықтары бар, түрлі деңгейдегі пиаршылардың қауымдастығы бар. Неге қоғамның басым бөлігіне қазір әсер етіп отырған, не үшін осындай актуалды блогерлерге қатысты тақырып? Блогерлерге қатысты сұраныс көп, блогерлер көп. Солар неге басын біріктіріп, заңдастырмасқа? Оларға кез келген, біз мынау құқықтық мемлекет болғаннан кейін тек жазалау жағынан, профилактика жағынан да болмаса, әр ұйым өзін-өзі басқару керек. Егер бірігем деген адамдар болса, олардан еш қорықпай, нақты ережелерін бекітуге бізге осы қауымдастық көмектеседі. Мынау болады, мынау заңсыз. Және де мемлекеттік ұйымдарға да жалпы блогерлермен жұмыс істесу ыңғайлы болар еді. Себебі бір көзден ақпарат алады, бір көзге ақпаратты береді, біз өз деңгейін таратамыз. Мен заңгермін, мен заңгерлер палатасы бар. Адвокаттар коллегиясы бар. Сондай бір неге жеке тұлғалар бірлестігі, заңды тұлғалар бірлестігі жасамасқа деген ой туындады. Ол ойымызды біраз өнер деппін ғой, осы желідегі қолданушылардың, белсенді қолданушылар қолдады. Соны жүзеге асыру мақсатындамыз. Қазір тиісті құжаттарды тақайтып беріп қойдық. Бөлісіп жатсақ, сізді біздің құрамымызда көргіміз келеді деп қояйын да. Жақсы. Енді бізде сондай бір бастама көтергенбіз, бірақ мына блогерлер, әртүрлі позициядағы блогерлерді бір неде шаңырақ астында жинау ол мүмкін ба? Өйткені әрқайсысының жеке саясаты бар деген секілді. Жеке саясат, жеке пікір, көп блогерлер ойлайды, бір жерге жинап алады да, ойбай, Нұрсұлтан мемлекеттің сөзін сөйлейтін адам бізге мемлекетке бағындырып қояды. Жоқ, ондай емес. Бұл ұйымның негізгі жарғысындағы жазылған, онда бірде-бір дүние жоқ. Бұл мемлекеттік органдармен байланысты, реттеу деген бап болуы мүмкін. Болмаса, енді қазір біз қара көздеп отқанымыз олардың құқықтық несін қорғау, мүшелерін жаңағыдай өзге ұйымға мүше болатын болса, оларға тиісті жаңағыдай қажетті нелерді беру, ақпараттарды беру. Сосын жаңағыдай жиындар барысында нақты құзырлы органдармен бірлесіп, түсіндірме жұмыстар керек болса, болмаса енді блогерлердің барлығы заңды қаражат жағынан немес қой, сауатты емес. Соларға мысалға сауаттылығын арттыру мақсатында, болмаса ұйым арқылы қорғау деген мақсатта осындай біз ұйым құрғымыз келеді. Ол ешкімді біреуге бағындырып, мемлекеттің сөзін сөйлету деген нәрсе емес. Жақсы. Күні кеше мына Аманат партиясында айтқан қаракесекке байланысты сөзіңіз әлеуметтік желіде қызу талқыланып, біреу сынап жатыр, басқалары қолдап жатқан шығар, байқамадым, бірақ сынап жатқандарды байқадым. Жалпы қаракесектің аппағым-ау деген әні мынау нашаны насихаттау ма, наша ма, героин ба? Соны насихаттауға бағытталған ба екен? Негізі ол осы түсіндіріп берейінші енді көрермендерге. Контексттен алынған дүние ғой, басқа сөзі жоқ, соңғы сөзі жоқ деген секілді. Жалпы бұл кеше біз Аманаттар жастар қолдау кеңесіндегі, сол жерде тұрақты мүшеміз Нартай Аралбайұлы депутат мырзаның бастамасымен осында ұйым бар, Аманат партиясының жанында. Сол жерде әртүрлі тақырыптарды талқылаймыз. Енді кеше наркотизмге қарсы, нашақорлықты насихаттауға қарсы деген үлкен жиын болды. Оның үлкендігі ішкі істер министрлігінің бірінші вице-министрі қатысты, мәдениет ақпарат және министрі қатысты, вице-министрі қатысты, ұлттық қауіпсіздік комитетінен осы есірткіге жауапты бірнеше органдардан лауазымды тұлғалар қатысты. Сол жерде бірнеше мәселе көтерді. Сіздің осы әріптесіміз Дарабек Дәурен ағамыз соңғы Ақтауда ұсталған 2 әкімнің орынбасары туралы қаракесекке қатысты бір бағытта әңгімелерді айтты. Әлеуметтік желіде көреміз. Оларды жауапкершілікке тартылу мақсатында ары қарай бұл канцелинг деген тақырыпқа келетіндей ойын айтты. Мен соны іліп алып кетіп, мен сұрағым болғаннан кейін мәдениет министрі, вице-министріне сұрақ қойдым. Мысалға, қаракесек есірткімен ұсталды. Жаңа айтып отқан дүниеміз ғой, репутация институты ғой. Ол есірткімен ұсталды, қылмыстық іс қозғалды да, ол әкімшілікке ауысты да, 15 күн отырып, 7 жыл правосынан айырылды да, бостандыққа шықты. Халықта бәрі бірдей фанат емес қой оның. Сұрақ туындады. Бұл кеше ғана есірткімен ұсталып еді, не үшін жіберіп қойды бұны деп.
біз сол моментте керек болды ма бұл деген секілді жаңағыдай ұсталуы деген сияқты бір қоғам назарын аудару үшін жаңағы сол уақыттағы үлкен лауазым тұлғалардың ұсталуына қатысты ақпарат тарап жатқан кезде сондай пікір қалыптасты. Енді түсіндіру керек қой. Сондықтан бұл ашық сұрақ болғаннан кейін мен де сұрағымды қойдым. Мысалға ол әппағым сен артын таппадым деген сияқты әндер айтады. Сол өлеңдерде насихаттау жұмыстары жүрген жоқ па? Осындай бұған дейін Шиза деген әртісте жауапкершілікке тартылды мысалға. Одан кейін одан бөлек Ирина Қайратовна бар, қаншама әншілер бар сахнада мысалға ұятсыз былапыт сөздер айтады. Оған бәрін мәдениет министрлігіне құзыретіне кіретін дүние ғой. Солардың шеттету, болмаса платформалардан әндерін алып тастау егер расталса мүмкін ба деген сұрақты енді қазір әлеуметтік желі журналистер басқаша бағытта түсініп жатыр. Негізі мен айттым, егер осындай репутациясы бұзылған, енді сонымен қатар жаңа мәдениет министрлігінің өкілінің жаңа бізге жолдаған презентациясында түсіндірген, біз осындай әншілерді, өнер адамдарын, танымал блогерлерді есірткіге қарсы акцияларға тартамыз, флешмобтар ұйымдастырамыз деді. Мен айттым, флешмоб басқасы ұйымдастырыла берер. Бір әншімен болмайды дейсіздер де, мына жақта бір әншілер мысалға артында фанаты көп, сондай дүниелермен ұстап жатады. Олардың ән платформадан алып тастау керек деген ой бар, қауесет бар қоғамда деген сөзімді менің сөзім секілді алып көрсетіп жатыр да. Сондықтан енді әртүрлі кім қабылдайса қабылдайды, бірақ менің ойым түбінде бұндай есірткімен ұсталсын, басқамен ұсталсын, қоғам және мемлекеттік органдар оны канцелинг жасау керек. Өйткені есірткіні жаман дейміз, есірткіні таратылмау керек, бұл зұлымдық дейміз. Қаншама жастар мысалға закладка жасап біліп білмей 10 жылға сотталып кетіп жатыр, білесіздер, соның бәрі неден болып жатыр? Ол насихаттаудан болып жатыр. Насихаттауды тыю жолы осындай деген ұсыныс білдіргем. Енді сондай қоғам теріс. Жақсы. Теріс түсінді ма? Маған бәрібір қалай түсінді, бірақ ойым сол, позициям сол. Өткен аптадан бері мәжіліс депутаты Ардақ Назаровтың анасын парламент төрінде құттықтағаны қызу талқыланып жатыр. Көп бірі қолдаса, екінші бірі айыптап жатыр. Жалпы депутат осы сындардан кейін менің сөзіме анасын құрметтей алмайтындар қарсы болды деп айтқан екен. Жалпы осы сөзге шамданып сіз мәжіліс төрағасы Ерлан Қошановтың атына шағым жазған екенсіз. Жалпы мәжіліс депутатының осы сөзі қалай бір шымбайыңызға батып кетті ма? Шымбайыма батқан кезде, жалпы мен бірінші мамандығым заңгер болғанмын, екінші магистр мамандығым саясаттанушы. Және депутат деген біздің көзімізде идеалдар кім? Мысалға, Мұхтар Шаханов советтік жүйеде қанынан, қылышынан қан тамған дейміз ба? Сондай заманда арал тағдырын айтам деп шығып желтоқсанда айтты. Біздің көзіміздегі депутаттардың мінбердегі сөзі сол идеалмен қалып қойған, сол биікте қалып қойған. Ол биікті біз төмендеткіміз келмейді. Сол биікте Шерхан Мұртаза секілді адамдар айтты. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді деп. Сондай идеалдық биіктен біз әлі түскен жоқпыз. Біршама депутат бар, оның барлығы бірдей солдай деңгейде болмау керек, бірақ Ардақ Назаров идеологиялық тұрғыдағы әлеуметтік неге жауап береді комитеттің мүшесі бола тұра, андай мінбердің көп мүмкіншілігін білеміз. Бір депутаттық запросқа қандай органдар бір запрос жіберсең, қандай терлейді. Мен мемлекеттік қызметте өзім істегеннен кейін білем. Депутаттан қандай да запрос келсе, оған міндетті түрде тез арада жауап берілу керек. Сол мүмкіншілікті қолда барды пайдаланбай, ол мінберді жеке мақсатта пайдалану өте дұрыс емес. Ол жерде басқа сөз айтылу, анасы болсын, мәселе анада да, басқа махаббатта да сыйластық, құрметті де емес. Ол жердегі этика, ол жердегі сатылатын регламент. Әрине оны мәжіліс жаңағыдай теріс әрекет деп танымады, енді өз несіне қарады, бірақ менің айтпағым, және көп халықтың да, мен жалғыз мен емес қарсы болған, бірақ арна пост жазған инфлюенсерлердің бірі мен болғаннан кейін, жаңағы анасын құрметтей алмайтындар маған қарсы дегені, ол тағы да екінші саяси қате. Ол депутат, ол өз биігінде қалатын адам. Өз айтпақшы, әркім өз деңгейінде сөйлейді дейді, бірақ оған да келіспеймін. Ол депутат халықтың өкілі болғаннан кейін сайлаған халық, жарайды, мен Алматы облысынан сайлаған жоқпын, Жетісудан, бірақ осы сайлаушылардың қатарындағы азамат болғаннан кейін, және де қоғамдағы азамат болған, халық болғаннан кейін сын айтуға толық құқығымыз. Ал депутат сол сынды көтере білу керек. Мұхтар Әуезов атамыз не деді? Сын шын болсын, шын сын болсын дейді. Шын нәрсені сын қылып айттық, ол өзінің қателігінде көтере алмағаны. Бірақ біз жаңағы сөз басында айтып кеткендей, депутаттың идеалы біздер үшін Мұхтар Шаханов, Шерхан Мұртаза, мінбер
ел тағдыры айтылатын жері. Мінбер депутаттық запрос ол жаңағы өзінің сайлаушылардың мүддесін, мәселесін қорғайтын жер. Ал ондай артық сөздер айтылатын жер емес. Ол менімен қоса енді басқа да адамдар ол ойды қолдады. Енді ол бойынша мен өз тәртіптік кеңес бойынша арызымды жолдадым. Тәртіптік кеңес қазір қарастыру үстінде. Сол не бойынша қазір тәртіптік кеңес өткізіліп, енді жауабы да белгілі болып тұр. Жобасы қалай болған сылап сипап қоя салады. Бірақ оның барлығы тек қана бір адам Ардақ Назаровтың емес, халық алдында мәжілістің репутациясына зор зиян тигізді. Мәселе ол анаға деген махаббат бөлек. Ол ешқашан жаңағы нені жаңағы аксиома деймін, дәлелдеуді қажет етпейді. Ананы құрметтеу керек. Бірақ маған қарсылардың бірі, енді былай айтқанда депутат емес, былай айтқанда жібі үзу адамның сөзі емес қой. Маған қарсы болғандар анасын құрметтей алмайтындар. Қалай формулировка жасасақ та, ол дұрыс емес. Ол саяси қате емес, адами қате ол. Дұрыс айтасыз. Жалпы мәжілісте өзіміз жиі барып жүрміз, байқап жүрміз. Жалпы осындай Ардақ Назаровтың ар жақ бер жағындағы депутаттар отыр. Өзің заңгерсің. Журналистер көп. Жалпы парламентте заңгерлер отыру керек па, журналистер отыру керек па? Жалпы гуманитарлық сала осыған байланысты не айтуға болады? Бізде заңгерлерден гөрі гуманитарлық сала, енді заңгерлікте гуманитар ғой, бірақ дегенмен осы журналистердің, ақын жазушылардың көп болуы бұл заңның шикі қабылдануына түрткі болмай ма? Әрине, бұл жерде заңды білу мәселесі. Заңгерлер заңның негізгі теориясынан бастап үйренеді. Жаңағы әр деталінен бастайды. Құқық теориясынан сабақ өтеміз. Сөздің әр терминнің өз мағынасы бар. Оны мысалы мен журналистикада оқымағаннан кейін көп терминдерді білмеймін, мысалға, ЗКТ деген нәрседен білмеймін. Сол секілді олар да заңгерліктің кейбір айтылмайтын дүниелерін, көп қолданылмайтын дүниелерін білмейді. Бірақ енді оларға көмектесетін бізде парламентаризм институты бар. Олар жасаған, жұмыс тобында жасаған кейбір қателіктерін институт парламентаризмнің ішінде ірі ғалым заңгерлер отыр. Оларды түзеп жүйелеп береді. Сондықтан енді бұл жерде әрине енді депутаттар халықтың арасынан шығатын адамдар ғой асылында. Бірақ заңды білген адам, заңды білетін адамдар болған дұрыс. Енді қарайықшы, депутат ол парламент заң шығарушы орган. Қалай ойлайсыз? Мысалға, қазанның басына сіз шаштаразды қоя алмайсыз ғой. Сол секілді шаштараз болса да икемі бар, хабар бар адамды қоясыз, тамақтан. Сол секілді бұл жерге де болмаса арнайы бір курстан өткен, болмаса бұл құқықтың бір терминологияларын білетін, үйренген адам болуы тиіс. Енді мысалға жекелей бір мамандықтар келетін болсақ, мысалға мемлекеттік қызметте заңгерлік маман болу міндетті дейді, бірақ ол төменгі лауазымда Б корпустағы адамдар. Ал целый А корпустағы адамдар мүлде заңның есі бармаған адам қалай заң шығарады? Әрине ол топ көптің ішінде бірі болып жүре береді. Жұмыс топтарында бір-екі сөздер айтады, одан кейін запросқа 5 көмекшісі болады, 5 көмекшісінің біреуі заңгер болатын анық қой, дайындап береді, бірақ өзінің компетенциясы толық болмайды. Сондықтан да көп ондай жағдайлар көп байқаймыз. Мейлінше заңгерлер болғаны жақсы. Енді барлығы дерлік емес, өйткені заңгерлер де барлық сфераны қамти алмайды ғой. Бірақ мен айтарым, заңгерлер емес, заңды меңгерген журналист та болсын, заңды меңгерген адам болуы дұрыс. Жақсы. Бұған дейінгі сұхбатта өзіңіз айтып едіңіз, мына Қырғызстан, Өзбекстаннан ұят болды, мына біздегі блогерлер бар, жаңа алаяқтықпен айналысып жүрген. Осы жағдай бізге мына көршілеріміздің алдында ұят деген пікір айтып едіңіз. Күні кеше ғана сол сұхбаттың астына мына Моңғолиядан бір азамат жазып, расында мына Қазақстанда сұмдық қой деген секілді бір мағынада пікір жазған екен. Жалпы неге расында мына Өзбекстан бар, Қырғызстан бар, дәл біздегідей бір бассыздық жоқ сияқты? Қалай салыстырған кезде айтуға болады, мысалы Моңғолияда, мысалы бұл жерде бізде неге осындай асқынып кетті осы мәселе? Бұл енді әрине біз қол жете бермейтін, біз араласа бермейтін идеологияға байланысты. Бірақ идеологияны қалыптастыратын қоғам ғой жалпы, бірақ оның идеологияның басында отырған адамдар. Мейілінше бізде ақсап тұрған секілді. Бізде идеологиямыз қандай жолмен болмаса байып алу, жемқорлықты қолынан келсе қолынан басып қал деп көреміз. Сол секілді ол идеологиядан деп ойлаймын. Және де білмеймін, енді көп жағдай тойынғаннан ғой. Жаңа біз ашпыз, біз жалаңашпыз, жағдайымыз төмендейді, бірақ қарап отырсаңыз
халықтың да ермегі сол лотерея, басқа оңай олжа. оңай олжа, тегін дүние, жаңағы масылдық психология, маған бер, мен алам, мен андаймын, кім жылайды, соған көмектеседі. Бірақ бізде бір ұят деген мәселені ысырып қойдық. Мен сол идеологиядан көремін бұның барлығын негізі. Енді ол биікке әлі көтерілген жоқпыз, бірақ әлімізше қоғам арасында осыны айтқымыз келеді. Өзбекстанда салыстырмалы түрде адамдар, блогерлер болсын, ол жақта да бар ғой, бірақ енді біздікідей, біздің елдегідей бір заңсыздыққа бармайтын секілді, бір белгілі мемлекеттің мысы бар секілді. Заң ғой, ол жерде заң бар, және заңның орындалуы бар. Әрине біздегі соңғы заңдағы өзгерістер, заңдағы сол дүниеге алып келе жатыр. Ол біз арттамыз, басқа деген нәрсе емес. Мүмкін ол этапта әлі Өзбекстан, Моңғолия әлі келмеген шығар. Мүмкін біз алда шығармыз. Бірақ түбі түсініп отқанымыз, сондай бастықтар бізде көп, сосын жазалану бізде аз, алаяқтықтың көбеюінің себебі де сол. Дәлелдеу қиын алаяқтықты. Алданғаныңды дәлелдеу қиын ғой қазір. Алдағаннан гөрі. Жақсы, Нұреке, уақыт тауып студиямызға келгеніңізге көптен көп рахмет. Құрметті Алашорда YouTube каналының көрермендері, егер сіздерге біздің сұхбатымыз ұнаса, каналға жазылып қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.